Минскіде елді неміс фашистік басқыншылардан азат етудің 80 жылдығына арналған шеру өтіп жатыр. Шеруге 6000-нан астам адам және 300-ден астам әскери техника жұмылдырылды. Оның ішінде 36 жаяу парадтық есеп, 29 механикаландырылған колоннаның парадтық есебі және 10 әуе эшелонның парадтық есебі. Шеруге Ресей Федерациясы, Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Тәжікстан және Өзбекстан әскери қызметшілері қатысады. Шеруде Беларусь армиясы қаруланған Искандерім, жедел тактикалық зымыран кешені, Полонез, волейбол атысының реактивті жүйесі, С-400, Триумф, зениттік зымыран кешені ұсынылған. Әуе шеруіне Беларусь пен Ресей қарулы күштерінің 47 әуе кемесінен тұратын 12 есеп қатысады. Минск аспанында алғаш рет ресейлік орыс витязлары және стрижлар аэробатикалық топтарының қатысушылары өз шеберліктерін көрсетті.